Баршаңызға сәлем. Бүгін ағылшын тілінде есімдіктерді айтуды үйренеміз. Яғни есімдіктер олар мен, сен, сіз, ол, олар, біздер деген сияқты. Ағылшын тілінде мен деген I деп аталады. You деген сен, сіз. Яғни бізде мәдениетсіз түрде де you деп аталады. Ол дегеніміз he, she, it. Яғни қазақ тілінде біз ол деп барлығына айта беретін болсақ, ал ағылшын тілінде ер адамға, әйел адамға және адамдардан бөлек заттарға, яғни жансыз заттарға, жануарларға, өсімдіктерге it деп бөлек айтамыз. Біз дегеніміз we, сіз, сіздер, сендер дегеніміз you. Яғни жекеше түрде де, көпше түрде де you деп аталады. Келесі бізде олар. Олар дегеніміз they. Мысал келтіретін болсақ, I am a teacher. Мен мұғаліммін. You are a teacher. Сіз, сен мұғалімсің. He is a teacher. Ер адам болса, онда he is a teacher, ол мұғалім. Әйел адам болатын болса, she is a teacher. Егер кітапты айтатын болсақ, it's a book. Көпше түрде we are teachers. You are teachers. They are teachers. Барлығы өте жеңіл, сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Тәуелділік есімдіктерді айтатын болсақ, мынау менің кітабым деген қалай болады? Яғни менің, сенің, оның, олардың, біздің деген қалай айталады? Менің дегеніміз my, сенің дегеніміз your, сіздің дегеніміз your, екеуі бірдей. Сенің, сіздің дегеніміз your болады. He, she, itқа, яғни ер адамға, әйел адамға, жаңағы жансыз заттарға біз бөлек айтамыз. He дегеніміз his, she дегеніміз her, it дегеніміз its болады. Енді көпше түрде қалай айтамыз? We дегеніміз our, яғни our book. Жаңағы сіздердің, сендердің дегеніміз your болады. Ал олардың дегеніміз their болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті деген үміттемін. Рахмет.